Қайырлы күн, құрметті біздің көрермендер. Әдеттегідей біз эфирге дайындалу барысындамыз. 14:30-да Евразия бірінші арнасында ең үздік жоба қосылайық жобасын көріңіздер. Бүгін көптеген арақатынастар талқыланады, көптеген үміткерлер болады, жаңалыққа толы, қызыққа толы эфир болады. Барлықтарыңызды 14:30-да күтеміз. Қалайсыз? Жақсы, өзіңіз. Бүгін кеңіз қалай? Бүгін неге ұйықтамай жатсыз? Бүгін неге ұйықтамайсыз? Мен күнде ұйықтамаймын, кітап оқимын ғой. Кітап оқисыз ба? Мен сізде ұйықтап жатыр екен деп ойламаймын ба? Кітапты құшақтап алып. Ылғи кітап оқыған кезде келесіз ғой. Иә, бірақ. Неге бүкіл қазақ еліне мен ұйқы басып көрсеткіңіз келіп тұрсыз? Ойбай, ондай ойым жоқ құрсын. Әзілдеп жатырмын. Мөлдірмен сурет салып қойыпсыз. Иә. Қып-қызыл от қылып. Жерлесің. Досыңыз болып кетті ба? Иә, досым. Дос болып араласып сыйласып. Ренішіңіз, өкпеңіз басылды ма? Кімге деген? Мөлдірге. Ренжімегем. Ренжімегенсіз. Тістеп алатын едіңіз ғой сөзбен. Андасында. Тістеу керек болып қалады. Сол кезде тістеп қаламыз. Атак барлығы жақсы. Қызыл костюмдегі Қоснайза дуэті деп салып қойды. Үміткеріңіз қалай? Үміткерім жақсы. Кеше эфирден кейін телевизордың арғы бетінде көретін еді. кет қап жаяу артынан жүгіріп қуалап жетіп алып. Ара көзің. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім бәрі орында. Еңлік қайда? Еңлік ауырып қалды кішкене. Мәссаған. Кезек. Сіз бар кезде еңлік жоқ, еңлік бар кезде сіз жоқ. Өмірдің заңы болып солай болып тұрған. Мұслим отбасынан біреу болады. Сіздер келісіп алатын сияқтысыздар. Осы апта мен ауырамын, келесі апта сен ауырасың деп. Бірге отырмай. Мәссаған. Ойбай, кешірім өтінеміз. Айбек, осы сіз ең алғашқы рет қанша ақша таптыңыз? Ең алғашқы рет па? Тойда өлең айтады. Тойский өлеңдер айтады. Қалтама ақша қыстырып кетеді. Ең көп бір рет 40 мың теңге тапқан. Тойдан. Қанша жасыңызда? 5 оқимын беке. Жас күнім ғой, ой, бала Айбекті шынында. Сөйтіп, одан кейін? Содан кейін не есіңіз? Одан кейін 25 мың таптым. Түсе берсең ба? Жоқ. Ал Данияр, сіз алғаш рет қанша ақша таптыңыз? Әлде заттай ма? Қандай оқиға? Бүйтіп өзім ақшаны ұстап көргенім, үйде бала кезде балаларды шақырып, үйде мама жоқ кезде пеш болатын советский, чугунный ауыр, соны сатып жібергенбіз. 3,5 теңге, ол кезде қып-қызыл ақша ғой. Содан бері біраз жыл өтті, сол бірақ ең үлкен бір есте қалған. Темір жинайтын болған сонда, иә? Темір өйтіп бір жинайым деген жоқ, өйткені бәрін жинап кеткен темірлер ғой. Үйде барын өткізіп жіберген, ең керек. Жинап, әурелеп еңбектенген жоқпын деп қойсаң. Әуре болып, заборда қорадан шығып заборға көтеріп барғанымыз бар еді. 50 метр. Сөйтіп 3,5 теңгені оп-оңай тауып алдыңыз, иә? Иә, оп-оңай. Кішкене белім ауырама деп едім, ол да жоқ. Сөйтіп тойдыңыз бірақ та. Иә, шоколадты ең алғаш бөліспей жеген кезде. Ой, ол кезде керемет еді ғой. Телефон жоқ, агентте жоқ ол кезде. Бақшылық кетті, жақсы кезде. Еске сала кетейін, Даниярдың жасы не бар 25-те? 32-де. Қалайсыз, Мақсат? Жақсы. Сіз үшін кішкене кеше бір эмоцияға толы эфир болды, иә? Кеше айту керек болды, Ғалия ханым қайта 3 эфир болды, соны қайта қозғай бергеннен кейін точкасы қойылды деп ойлаймын негізі. Іште шығарамай жүрген нәрсе айтылды деп ойлаймын негізі. Ешкімге өкпе ренішіңіз жоқ? Жоқ, ешкімге өкпе ренішім жоқ. Сіз ең алғаш рет қанша ақша таптыңыз? Ең алғашқы рет бұрын мектеп кезінде андай асық сатып 300 теңге ма тапқан есімде әркеше. Асық ойнап балалармен ұтып алып қайттан сатасың ба деп сондай сөйтіп сол кездері ең алғашқы 300 теңге ма. Саудаңыз сол болды, ең алғашқы жұмысыңыз, иә? 4-5 класста болды. Солай екен, достар. Үміткеріңізбен қалай? Үміткеріммен сөйлестік, 14:30-да айтамын деп ойлап отырмын өзі. Қазір айтпаймын. Қазір айтпайды екен, міндетті түрде эфирді көріңіздер, эфирде білетін боламын. Сұлтан деген жігіт. Қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Күшті, керемет, барлық өздеріңіз қалайсыздар? Бәрі дұрыс, иә? Сіз ең алғашқы рет қанша ақша таптыңыз? Или заттай болды ма? Ең алғашқы рет сүндет деген кезімде ақша таптым. Сонда айтуға дайындалып отырдыңыз, иә, бағанадан, иә? Асықты айтайыншы деп едім, мақсат айтып қойды. Ал крупный сумма дейтіндей ең алғаш бұл 10.000 кассында тапқан болатын. Белгілі бір қанша? Киноға түсіп, сол жерден бірінші. Демек, сіз киноға түскенсіз? Главный роль емес енді. Қосымша. Негізі, алдағы уақытта ойыңызда бар ма? Киноға түсіп? Шақырып жатса, иә, бар. Ойда бар, ниетте бар.
Негізі қай саланы бітіргенсіз? Мен мамандығым жерге орналастыру, яғни жер жату. Бірақ өнерге қатысы жоқ, Джулияның бүгінгі лук of the day. Я сегодня сама себе стилистик. Қалайсыздар? Сіз қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Сіз ең алғашқы рет қанша ақша Я таптыңыз? жаңа есім жатым ол. Әлде сыйлықтай болды ма, болады ғой бір? Жоқ, угадайте десем. Мен негізі Ән айтқан шығарсыз. Я табыс көзім ән айтып. Бала кезімнен айтамын ғой мен. Где-то қазір, если не ошибаюсь, где-то 7-8 жаста. Менің өзім аяулым деген ән болатын, Қарақатпен Қарақатханның әні бар ғой. Сол әнді айтып, мен қателеспесем, сол кезде где-то бір 60-70. Ол кезде андай қалтаны толтырып береді ғой. Толтырып, прямо ол кезде 50 мың 60 мың деген үлкен көп ақша ғой. Көп ақша солай табатынмын. И вообще одан кейін де тойларға көп шығатын, потом еще приколсайтынмын, уже 15-16-ға келесің ғой. Сол кезде уже ақша бермейді. Уже сен есейесің ғой, уже сен поешь, как бы не поетсің, күлетінмін. А негізі мен кішкентай кезімнен өзім ақша тауып, сондай самостоятельно болдым. Қалайсыз, Мөлдір? Көңіл күйіңіз қалай? Шай іштіңіз бе? Шайға тойдыңыз ба? Химия алып кештік. Ойбай. Сөйлестік. Оны қазір орташқа айтамыз. Сіз ең алғашқы рет табысыңыз? Ең алғашқы? Заттай ма, ақшалай ма? Ең алғашқы табысым 1000 теңге болады. Барлық айда да 60-70 теңге қақтан тапқан білмеймін. 1000 теңгеге мен тойға әнші болып шығып тапқан. Ең бірінші. И ал айлыққа келетін болса, ең бірінші айлығым менің 50 мың теңге болады. Сол 15 жасымда азанға 10-нан таңғы 10-ға жұмыс жасайтын. 50 мың теңгеге болған. Мен тойдандай аниматор болып та шыққан. Сондай мен майда ше. Жоқ, уайымдамаңыз. Мақсатта 300 теңге тапқан, не асық сатып. Я шүкір, сол кезде қайта бере келеді. 1000 теңге тапқан. Сөйтіп тойға шығып 1000 теңге алдыңыз. Сонда биледіңіз ба, не істедіңіз? Ән айттым, саған әнші екенсіз ғой, ұмытып кеттім. Сіз көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Бүгін біз алғашқы табыс туралы әңгіме айтып жатырмыз. Ақша ма, зат па? Қандай өнеріңіз или не үшін? 5 класста енді біздің кезде, помните, енді естеріңізде шығар, анкеталар болады. Толтыратын едік, және де оларға міндетті түрде наклейкалар керек болады ғой. Сол кезде енді біздің мектеп, получается, Арай деген районда болған, Қызылордада. И қасында универсам бар. Бәрі сол районда тұрады. Мен мектептен шығамын, папам жұмыстан шығады, машинаға отырамыз да, мен барып бүкіл наклейкаларды сатып алатынмын. Және де, получается, енді, адам енді мектепте бәрі заплатит. У кого наклейки деген кезде мен 20 теңгеден алып 50 теңгеден сататынмын. Уже солай пипец я накручивала, даже не один к одному, одан да көп. Зато бәрі менен алатын. Содан кейін қыздар тоже начали так делать. Повторюшки. Но я создаю тренды деп па. Сондай болған. Ал негізі үлкен бір заработок, ол 8 класс, жаңа жыл, мен где-то 300 мыңдай таптым. Это обалденные деньги, мен билет таптым. Назым деген қыз. Назым, қалайсыз? Біз бүгін алғашқы табыс туралы әңгіме айтып жатырмыз. Сіздің алғашқы табысыңыз қанша болды? Зат болды ма әлде? Менің алғашқы табысым, мен хореограф болып жұмыс істеген болатынмын, 16 жасымда примерно. Ол кезде енді көп ақша болатын, 100 мыңнан көп болған. Есімде, бірақ точно қанша болған есімде жоқ. Ал кішкентай кезіңізде, есіңізде ма? Кішкентай кезімде тойда ағаларымның, тәтелерімнің тойларына билет шығып, сол жерден алған ақшаларым есімде бар. Үлкен ағаларымыз келіп ақша ұстап кетеді балалар. Ол ақша енді есімде жоқ. Қанша екені есіңізде жоқ, бірақ өзіңізде бола ма, мамаңызға беріп жүресіз? Кішкентай кезімде мамаға өсе келе мен өзім мамаға бөліп беретін болдым. Маманың енан өзіңіз кереңізге жаратын деп, қалған өзіме алып қалатын, жолыма ары бері жүрген. Солай екен. Көрдіңіздер ме, құрметті оқырмандар, біздің қыздардың бәрі пысық қой. Ақшаны күшті тапқан көрдіңіздер. Біздің Аяна. Қалай, сіз көңіл күйіңіз жоқ па? Бар ма? Аяна, сіздің алғашқы табысыңыз қанша болды? Алғашқы табыс дейсіздер ма? Ой, мен не істемедім десе. Негізі базарға шығатын әпкемнің қасында киім сататын, женский одеждамен, детский сататын. Бірақ не помню уж қанша алатын ол кезде. 500 мың теңге шығар. Ең алғашқы? Не помню. Есіңізде жоқ, бірақ тойға шықтыңыз ба сіз билеп? Тойға шыққаным бар биге. Бірінші күні 1500 теңге алып, соны барып ролик теуіп қайтқан едім. Ролик тепті. Иә, ролик тепкем.
одан кейін тойға күнделік шығатын болып кеттім. Сол ақшаның бір дәмін сезсең ары қарай кетеді екенсің ғой. Жалпы негізі мен одан кейін короче былай ғой, менің графигім былай болатын. Азында тұрып универге баратын, универден кейін салонға баратын. Ернар, қалайсыз? It's time in the world, in the building, in the time. Super. Көңіл күйіңіз жақсы сияқты бүгін? Beautiful. Мәссаған. Why? Сіздің алғашқы табысыңыз қанша болды? Ең или зат болды ма? 3000 теңге. Алтыншы 7-ші класста үй жағында Асқартау деген кафе болады, ресторан. Неге қазақша сөйлеп жатсыз? What was the home task in the world? Askartau in the profit. 3000 теңгені айтсайшы. Сөйтіп Сол 3000 теңге тапқам сол кезде. Қайтып таптыңыз? Әр жас сайын 3000 теңгені қайтып таптыңыз? Официант бол. 3000 теңге болды бастап, одан 5000-ға көтерді. 3 ай тоқтамай істеген күнім болған. 30 күн істеп 90 000 теңге тапқам. Бірақ ең соңғы күні мұрнымнан қан ағып, жүрек біткенбіз. Бірақ ер жігітпіз ғой, жұмыс ақша табу керек, ел келу керек деген сияқты. Қалайсыз, ер жігіт? Көңіл күйіңіз қалай? Аллаға шүкір әдемі бәрі. Біз алғашқы табыс туралы айтып жатырмыз. Сіздің алғашқы табысыңыз қанша болды? Так, есімде қалған. 18 жасымда. 18 жасымда. $1000. Ойбай, доллармен есептейді екенсіз? Жоқ, $1000 болды. Ән айттыңыз ба? Жоқ. Не істедіңіз? Сонда бір, қалай да айтсам, Тараз қаласында Баласоған мәдениет үйінде Алишер Каримов деген әнші біле ма? Сол Баласоған мәдениет үйінде өзімнің авторский әнімді айтып отқам. Алишер Каримов өтіп бара жатты ма дейіп. Всегда пел деді. Можешь еще раз спеть дейіп. Айтып беріп, мына әнді маған бере аласың ба дейді. Мәссаған. Сонымен, мен өгізде мен сазгерлікті енді бастап жүрмін. Сонымен тұрды да, мен ақшасын төлеймін уайымдама, я заплачу деп. Оғанып кеттім кәдімгі. Ерасыл келді. Ерасыл кеше жоқ болған, жоғалтып алғансыздар. Сөйтіп бүгін келіп қалдым енді, ауысып қалдым біраз. Келдім, бүгін бәрі менде жақсы. Эфирдамыз бұйырса. Біз алғашқы табыс туралы айтып жатырмыз. Сіздің алғашқы табысыңыз қанша? Алғашқы жұмыс істеп па? Жұмыс істеп болсын, ақшалай болсын, заттай болсын, ең есіңізде қалған. Мен алғашқы, ең есімде қалған алғашқы табысым официант болып шыққан банкетте 5000 теңге алғам. 5000 теңге алып риза болып, сол 5000 теңгемен қалтарып өзім. Қанша жасыңызда? Ол кезінде қанша класс? 8-ші класс па, сондай. Сол кезде бірінші банкетке шығып, жұмыс істедім, официанттың кайфына кіріп алдым да, короче, официант болдым. Жарты жыл. Мәссаған. Официант болып жүрдім, бірақ білдім официанттық менікі емес, маған жарым болып халықтың алдында жүру керек деп білдім. Сөйтіп осыға сразу келдіңіз ба? 5000 теңгемді қалдама салып алған деген жігіттеріңіз мені түсірме деп жатыр. Маған оқырмандар Айшылтан да түсір дейді. Қалайсыз? Шын айтып жатыр ма, айтыңызшы шын. Көңіл күйіңіз қалай? Сіздің алғашқы табысыңыз қанша? Қанша болды? Или азаттай болды ма? Или бір білмеймін, шоколад алдыңыз? Жұмысым официант қой, бәрінікі официант қой. 90%. Ағам армияға кеткен кезде жұмыс істеу керек болып болды, сол официант болып істеп, сол 5000 теңге ғой. 5000 теңге. Қанша жасыңызда? Ол менің 18 жасымда. 18? 18 жасымда сөйтіп істедім, одан кейін грузчикта болдым, одан кейін коллекторда болдым, одан кейін программист болып істедім. Шағадым болмадым деп жатыр. Негізі ше? Шын айтып жатсыз ба? Шын айтып жатыр, мен алдында айтқан сөзім бар ғой. Ол не ғой, мен параллельно істеп жүрдім, бірақ мен параллельно талап етеді, не осы сенімен құда өзің дамыш, сен басқа жолдан дамыш, сенікі жұмыс емес, сенікі вообще басқа нәрсе направление деп ше. Сөйтіп мен жоқ болып кеттіңіз. Не ғой, мен бір шетінен қуаныштымын. Мен осы бір айда келмей қалатқан қатысушылар, бір апталап кетіп қалатқан бар да, мен бір 2 күн, 3 күн келмей қалам ма, міне қайша, міне ақтап, охранасынан бастап, мына оператор ағалы, ей тұрсын ба, ей бала қақты жүрсін деп. Іздеуім бар екен деп қаласыз. Бар екен да. Тіршілік, пендешілік, бұлай да мейірім. Суббота воскресенье, ол біздің миымыз демалысқа нестіп қалған ғой. Понедельник, вторник күні бітпеген тірліктерді бітіретін жағдай болып қалады, кейбір кезде адам пенде болады. Сонда жұмыстармен жүрген жайымыз. Сіздің алғашқы табысыңыз қанша? Мен алғашқы табысым, не деді, масаққа шығатын, ана корейстер андай не пияз егетін, соны арасына кіріп жұлатын, сол кезде 50 теңге ма, 40 теңге ма, сондай
соның азына кешкен. Қалайсыз, Мадина? Жақсы. Біз бүгін алғашқы табыс туралы әңгіме айтып жатырмыз. Есіңізде ме алғаш рет қанша тапқаныңыз? Немесе заттай ма? Табысым ба? Иә. Алғашқы өзімнің айлығым банк саласында жұмыс жасап жүрген кезде, ол кезде айлығым 41 мың теңге еді. 41 мың, иә? Иә, осыдан... Одан бөлек мектеп кезінде ең бірінші андай болады ғой? Бір кәмпит болсын. Ондай мен мүлдем айналыспағанмын. Ең алғашқы табысымды мамам береді, сөйтіп әлі өшін мама береді. Сол 41 мың таптыңыз, иә? Өз ақшаңыз болды, иә? Сол 41 мың. Бір ай істеп. Солай екен.